Құрметті оқушылар, бүгін біз полицейге хат акциясы аясында эссе жазатын боламыз. Жалпы параққа өздеріңіздің ойларыңызды жүйелі түрде полиция қызметі жайлы және сол қызметінің маңыздылығы жайлы жалпы полицей аға әпкелеріңіздің жұмысын сіздер қалай қабылдайсыздар, қалай көресіздер, сол жайлы түсетін боламыз. Бүгінгі эссенің тақырыбы полицейге хат. Құрметті полиция қызметкерлері, сіздердің ел үшін жасап жатқан қызметтеріңіз нағыз ерлік. Халықтың тыныштығы мен қауіпсіздігін қорғау үлкен жауапкершілік. Сіздер күн түн демей, аязда да, ыстықта да өз міндеттеріңізді адал атқарып келесіздер. Мен сіздерге шын жүректен ризашылығымды білдіремін. Болашақта мен де сіздер секілді полиция қызметкері болғым келеді. Өйткені бұл мамандық халыққа көмек көрсету мен әділеттілікті сақтау жолындағы абыройлы жол. Мен де елімнің тыныштығы мен әділдігі үшін қызмет еткім келеді. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, қызметтеріңізге табыс тілеймін. Хатыма өз ойыммен жазылған мына шағын өлең жолдарын қосуды жөн көрдім. Батырлық пен бейбіт күн тірегі сіздер, әділдіктің қорғаушы тік тірегі сіздер. Болашақта мен де болайын, сіздерді мықты, қолында отанының кілті мен күші. Мен үшін полиция тек қызмет емес, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан қасиетті жол. Атам Ибраимов апамыз әділдіктің тірегі болды. Әкем Нұржан мен көкем Нұржан түн ұйқысын төрт бөліп, ел тыныштығын күзетті. Үлкен тәтем Айжан да, кішкентай тәтем Айжан да осы жолда жалғады. Бүгінде тек Ибраим Айжан қызмет етіп келеді. Өзгелер зейнетте, бірақ бәрінің жүрегінде полиция формасы әлі де жарқырап тұрады. Мен солардың ізімен мақтанышпен қараймын. Ол хат алғысым, арманым және аманатым. Ел үшін тер төккен жандарға бас иемін.